Ассалаумағалейкум, құрметті талапкерлер. Бүгін математикалық сауаттылық пәніндегі екінші сабағымызды жалғастырамыз, яғни заңдылық тақырыбы. Заңдылық. Алдыңғы сабағымызда мысалға санның дәрежесінің ең соңғы цифрын табумен айналыстық. Ол кезде бір белгілі бір ережелер болды. Осындай бір ережені сақтасаңыз, немесе осындай бір алгоритм сақтасаңыз, осындай белгілі бір нәтижеге жетеміз деген сияқты. Бір формула ретінде сондай бірдеңе берілуі мүмкін. Ал енді мына заңдылық деген тақырыпта барлығын күтуге болады. Бұл жерде біз енді сіздерге мынандай формуламен шығар деп дәл нақты айта алмаймыз да. Бұл тақырып бізде практикамен келеді. Яғни заңдылықтың әртүрлі есептерін шығару арқылы жаттығып, шыңдалып, дайындалып барып бұл есептерді бағындыруға болады екен. Мысалы, бұл есептің түрлері қандай болады? Егер математика сауаттылықтың есептерін, тесттерін ашып қарап жүрсеңіздер, бұл жақта түрлі варианттар болады. Енді ең оңайынан бастайық. Мысалға 1, 3, 5, 7 дейді да, мысалы, келесі сан қандай дейді мысалға. Байқап отырған шығарсыздар, кілт тақсанда жазылып қоя жатыр, яғни келесі сан 1-ден 9 деп айтамыз. Сосын заңдылықтың есептерін шығарған кезде, үстіне жерге шекесіне жазып отырған жақсы. Мына бірінші сан тұр, келесі сан қалай шығып тұр мысалға. Менен бір кішкене не ғой, мысалы келесі сан қандай шығып тұр мысалға. 2 қосып тұрмын. Мына есебінде оңай, ондай жазуда қажеті жоқ. Жалпы айтып жатқаным, 3-тен мысалы келесі сан қалай шығып тұр деп, осылай үстіне жазу арқылы сөйтіп мысалға бір заңдылықты байқайсыз да. Мысалы келесі мынандай қылайық. 12, 15, 21, 24, 30, 33, 39 и келесі сан тап дейді мысалы мына жердегі санды. Көрейік. Мысалға 12-ден 15 деген сан қалай шығып тұр? Жайлап зерттейсің. Мүмкін 3 қосып тұрған шығар. Жазып қояйық. Әзірше 3 қосып тұр. 15-ден 21 қалай шығып тұр? 15-ке 6 қоссам 21 шығады. Так. Әзірше ешқандай заңдылық бір ештеңе көрінбейді. Мүмкін 2-ге көбейіп жатқан сияқты нысандар. Көрейік әлі. 21 мен 24 арасы тағы 3 сан. Бірдеңе шығып жатқан сияқты. 24 келесі 30. Тағы да 6 қосылған. Міне заңдылық шықты уже. 3 қосылады, 6 қосылады. 3 қосылады, 6 қосылады. Яғни сол заңдылықпен кете беретін болсақ, 3 қосылады, 6 қосылады. Келесі кезек 3 қосылу керек уже. 39-а 3 қоссақ, 42 шығады екен сонда. Міне осылай шекесіне жазып отырсаңыздар, өз заңдылық жайлап көріне бастайды. Келесі 7, 8, 18, 19, 29, 30, 40 и келесі сан табу керек мына жерде. Тағы да жаңадай көрейік. 7, 8 арасы бір ақ сан, үстіне бір қосу мүмкін. 8-ден 18-ге өсіп кеткен. Ол 10 қосқан значит. 18-ден 19-ға бір сан қосқан. 19-дан 29-ға шейін 10 сан қосқан. Міне тағы сондай заңдылық. Бір қосқан, 10 қосқан, бір қосқан, 10 қосқан. Осылай кете беретін болсақ, бір қосамыз, 10 қосамыз. Келесі кезек бір қосуға келеді. Яғни бізде жауап 41 болады. Түсінікті, осылай шекесіне жазып отыру арқылы заңдылық таба аласыздар. Енді әр уақытта қосу бола бермейді. Көбейту де болуы мүмкін. Мысалы тағы бір көрейік. 1, 2, 6, 24, 120. Келесі сан табу керек мысалға. Мына жерде көрейік мысалға. 1-ден 2 қалай шыққан? Бір қосуы мүмкін, немесе көбейту де мүмкін. Әзірше білмеймін мысалы. Ака бірінші жерде қосу деп қойын. 2 мен 6 қандай болуы мүмкін? 4 қосу мүмкін. 6-тан 24 шамалы қосу емес сияқты уже. Қосуларын алып тастайын. Көбейтумен ойлап көрейін. 1-ді 2-ге көбейтіп көрейін. 2. 2-ні 3-ге көбейтсем 6 шығады. 6-ны нешеге көбейтсем? 4-ге көбейтсем. Шамалы бір заңдылықтар байқалып келатыр. 24 нешеге көбейтсем 120 шығады. 5-ге көбейтсем. Ол заңдылық қой міне. 2-ге көбейттім, 3-ге көбейттім, 4-ге көбейттім, 5-ге көбейттім. Енді 120-ны 6-ға көбейтсем, неше болады? 720 болады. Онда ізделін сан 720 екен. Міне осылай жайлап бірден табылмауы мүмкін. Мысалға, мына есепті мен мысалға көп отырып ойлануым мүмкін, біреу тез шығарып тастауы мүмкін.
әркімде әртүрлі, практикаға жетпей жетістіктер. Кім көп машықтанады, сол бірден тез шығарады деп ойлаймын мен. Тағы бір көрейік. Мысалға, бәрі соңында емес, ортасында сан жасырып қалуы мүмкін. 2, 7. Осымен ортасында мысалы x деп кетейік, осы x табу керек мысалға. Неғі 17, 22. Осылай заңдылықтар кете беретін болса, x-ің орнына қандай сан тұру керек дейді мысалға шы. Бұл жерде ойланып көреміз, 2 мен 7 не айырмашылық бар? 2 мысалы 5 қосқан шығар. Плюс 5 деп тұрайын. 17 мен 22. Оның да арасы 5 сан ғой. Значит, заңдылық бұл жерде 5 қосу арқылы орындалады екен ғой. 7-ге 5 қоссам, мұнда мына жерде 12 деген сан екен. Тексеріп көрейік. 12-ге 5 қосқанда 17 шықты. Бәрі әдемі келіп тұр. 5 қосу арқылы жасалып тұр екен. Мынаны өшіріп тұрайық. Түсінікті деп ойлаймын. Тағы да енді бір заңдылықты көрейік, осындай тізбек арқылы жасалған. 5, 11, 23, 47. Бір көрген адамға, мысалы, мынауың бәрі келесі сан табу керек мысалы. Жай сандар жазылып тұрған сияқты болып көрінеді. Бұны да зерттеп көрейік, қалай екен. Мысалы, мына жерде енді мен бірден жауабын айта берейін. Мысалы, 5-ті 2-ге көбейткен, 10 болады ғой. Сосын 10-ға бір сан қосқан, 11 болады екен. Тексеріп көрейік. 11-ді 2-ге көбейтсем 22, оған бір сан қоссам 23. 23-ді 2-ге көбейтем 46, 46-ға бір сан қоссам 47. 47-ні 2-ге көбейтем 94, оған бір қосам, мына жерде 95 деген сан екен, ізделін сан. Міне осылай да, әркімде әртүрлі, мына жерде білмейміз енді қалай тестті құрастырушы адам қалай жасырып қойған, сол адамның ойын тауымыз керек қой бұл жерде. Сөзсіз. Бұл жерде бір белгілі бір формула жоқ, белгілі бір ереже жоқ, былай шығар дейді. Енді заңдылықтың бәрі мына түрде бола бермейді, басқаша түрде жасыру мүмкін. Мысалы, мына түрде келу мүмкін. 1, 27 дейді, мына 2 дейді мысалға. Мынаны беріп қояды, осын тағы бір осыған ұқсас бірдеңе беріп қояды. 2, 64, 2 дейді мысалға. И дәл осындай бұйрығын жасырып қояды. Мысалы, бұл жерде не деп тұр? Мынадан бір заңдылық тап дейді да, мысалы, 1, 27, 2 бір. Қандай заңдылық бар бұл жерде? 2, 64, 2. Мына жаққа орындалған заңдылық, мынаған да орындалады дейді да, екеуі бірдей. Осы екеуінен бір ортақ заңдылық шығарып, оны үшіншісіне орындап, мынаның орнына қандай сан түседі, соны тап деп тұр бізге. Түсінесіздер ме? Яғни біз ойланамыз енді, қалай 1, 27, 2 қалай байланысады олар? Мысалға, бүйтіп істеуге болатын сияқты. Мына 2 мен 1-ді, екі жағында 2 мен 1 деп тұр ғой, соны қосайық. 3 болады ғой. 3 пен 27-ның арасында не байланыстық бар? 3-дің кубы емес пе 27 деген сан? Екі жағын қосып, сонда кубтау керек екен. Мынаны орындап көрейік. Келсе, онда осы ортақ заңдылық болады. 2 мен 2-ні қосып көремін, 4 болады. 4-дің кубы 64 ғой. Онда мынаны да соны орындаймын. 3 пен 2-ні қосамын, 5, 5-ті кубтаймын. Онда бұл жерде 125 деген сан екен ғой ізделінді бізде. Яғни осындай да болуы мүмкін. Бірнеше алғашқы бір 2 картинка беріп қойып, 3-ші картинканы тап деп осылайша. Осы сарын десек, тағы да бір мысалы, мынандай кесте түрінде беруі мүмкін. Мысалы, кестеде 3, 2 дейді, мына жер 15 дейді мысалға. 4, 6 дейді, 30 дейді. 5, 9 деп, мына жерде жасырып қалады мысалға. Қандай деп ойлайсың? Бұл жерде өзің заңдылықты анықтап болуың керек. Оны біз былай қараймын, мен жазғандай былай қарайсыңдар ма, әлде тігінен қарайсыңдар ма, ол туралы ештеңе айтылмаған еще ол. Білмейміз, қалай қарай ол заңдылықты. Мысалы 15, 30, 15 қосылып, мысалы 45 жазып беруіміз мүмкін, ол вариантта бар ма жоқ па? Бұл мына бағанға орындалған нәрсе, ол мына бағанға да орындалу керек. Мына бағанға да орындалу керек, былай қарасаңдар. Немесе былай қарасаңдар, мына жолаққа орындалған нәрсе, мына жолаққа да орындалу керек. Осы үшеуі бірдей заңдылық болу керек қой. Мысалы, мына жерде мен мынадай заңдылық болып тұрмын ал. Мына 3 пен 2-ні қосам, 3 пен 2-ні қостым, 5 болады ғой. 5-ті 3-ге көбейтем, 15. Келсеміз ғой. 6 мен 4-ті қосам, 10, 10-ды 3-ге көбейтем, 30. 5 пен 9-ды қосам, 14, 14-ті 3-ге көбейтем, 42. Осылай
яғни не алғашқы екі заңдылықты анықтап алып, мына қалай жасалып тұрғанын анықтап алып, соны үшіншісіне орындау. Жаңағы мынау сияқты ғой, міне алғаш екеуін қарап, үшіншісін орындадық қой. Дәл соны міне осында да орындау керек. Енді түрлі қылып береді заңдылықтар, енді әртүрлі қылып. Мысалға, мынандай қылып та беруі мүмкін. Үшбұрышта, дәл жаңа картинкіде міне. Мына үшбұрышта мысалға, мынау 3-ке тең, мына жер мына қабырға 4-ке тең, мына қабырға 5-ке тең дейді. Осы сандарды байланыстырып, 144 деген сан шығару керек екен. Білмеймін қалай шығару керек оны. Мына жерде де 2, 3, 4. Ортасынан қалайда бір 81 шыққан. Осы екі картинканы зерттеп, мұқият қарап, ортақ бір заңдылық тапқаннан кейін, үшінші картинкаға көңіл аударамыз. Бұл жерде ортасы берілген 36 деген. Мына 1-ді берілген, 3-ті берілген, мына жер жасырып қалған ғой. Осыны қалай табамыз? Мысалы, мына суретке алғашқы екі суретке қарасақ, бірінші қосып көрейік жан-жақта бүгін қабырғаларды. Мүмкін көбейтіп көреміз, мүмкін бөліп көреміз, әркім әртүрлі ойнайды, жайлап барасыздар сөйтіп. Мысалы, 3, 4, 5-ін бәрін қоссақ, 12 болып тұр. 4-ке 3 қосам 7, 7-ке 5 қосам 12. 12-ның квадраты 144 емес пе? О, заңдылық таптым. 2, 3-ке қосам 5, 5-ке 4 қосам 9. 9-ның квадраты 81 емес пе? О, бұлай болса мынаны көрейік. Мына жер 36 болып тұр. Яғни ол 6-ның квадраты, дұрыс па? Енді мен мынаның бәрін қосқанда 6 шығаруым керек. 3-ке 1 қосам 4, 4-ке неше қосқанда 6 болады. Яғни мына жер 2 екен ғой сонда. Не осылай түрлі заңдылықтар бар. Енді бұл заңдылықтан кез келген нәрсені күтуге болады да. Енді мынандай бір тестте келіп көрген жоқ, бірақ андай пробниктерде болады. Мысалы, былай деп тұрады. Тырнақшаның ішінде мысалға 1 деген сан тұрады. Ол қалайда бір 3-ке тең екен мысалға. Мысалы, тырнақшаның ішінде 4 тұрады. Ол қалайда бір 4-ке тең екен мысалға. Тырнақшаның ішінде мысалға 7 тұрады. 7 емес, басқасынан 8 мысалға дейін. Ол қандай да бір 5 деген санға тең екен. Енді мысалы тырнақшаның ішінде 10 деген сан тұрса, қалай білесің, нешеге тең? Ол енді бірден андай есеп уже шығарып келатып, мына есепке келген кезде енді ойланып қаласың, қалай екен деп, уже болжап кетесің. 3, 4, 5 болса, уже келесі 6 ма екен деп, немесе басқа бір сандар қалай мүмкін. Әркімге әртүрлі ой келеді енді. Ал негізі бұны былай жасырған екен. Айтып отырмын, бұл заңдылық деген әркімнің енді ойын табу керек қой. Қалай құрастырған адамның ойын табу керек. Мысалы, мына 1 деген санға қарасақ, 1 деген кәдімгі былай жазбаша жазсақ, 1 деп ше, 1 деп былай жазсақ, 3 әріп емес пе? Сол 3 дегені ғой, көрдіңіздер ме? 4 дегенде сөзбен жазсам былай, 4 әріппен. 4 әріп шықты, 4 міне. 8 дегенде де солай. 5 әріп қолдандым, значит 5-ке тең. Ал 10 деп жазу үшін 2 әріп қана қолданамын ғой. Значит 2-ке тең екен. Мұндай есептені күте беру керек. Әртүрлі шыға берсеңіз, любой жағдайға дайын боласыз ғой. Заңдылықтың есептері примерно осындай міне. Егер тағы да сұрақтарыңыз болса, есептеріңіз болса, комментарий жазып қалдыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.